Сәлеметсіздер ме оқушылар? 5-6 есеп екі мүшенің квадраты түрінде жазыңдар дейді. Біз екі формула өттік, қысқаша көбейту формуласының. Біріншісі ол а қосылған б-ның квадраты. Бізде қалай ашылады ол? А квадрат қосылған 2аб қосылған б квадрат. Келесі екіншісі а минус б-ның квадраты дегеніміз ол а квадрат минус 2 еселенген аб қосылған б квадрат. Осы жердегі бізде мынау ашылған күйінде беріліп тұр формула, соны керісінше жақшамен жіктеп жазу керек екенбіз. Енді бірінші формулада қарайық. Х квадрат қосылған 2 еселенген xy қосылған y квадрат. Біз бірінші тексереміз нені? Шеткі мүшелерін қараймыз. Ол бізде x және y, сол екеуін жазып аламыз. Енді әрі қарай мына квадратын жазып қояйық. Келесі қарайтын ол таңба. Егер де бірінші қосылғыш немесе азайғыш болса, сол арқылы біз таңбасын анықтайды екенбіз. Енді бізде екі еселенген x, y деген ол екі еселенген 2аб болып тұр, дұрыс па? Демек, плюс амалы болса, демек ол бізде плюс аб деген сөз. Ал егер минус болған сәтте, әрине ол жерге біз минус таңбасын жазады екенбіз. Міне, плюс таңбасымен болады екен. Екінші есепті қарайық. А квадрат қосылған 2а қосылған 1. Тағы да шеткі мүшелеріне қараймыз. А-ның квадрат дегенді біз жай ғана а деп жазамыз. 1 дегеніміз, енді 1-дің квадраты ол 1-ге тең, демек өзін жазамыз. Плюс а плюс 1-дің квадраты болады екен. Неге плюс? Себебі бірінші амал мына жерде бізде плюспен басталып тұр. Үшінші есепті қарайық. Б квадрат минус 6б қосылған 9. Шеткі мүшеліне қараймыз. Б квадрат деген ол б-ның өзі жазамыз. Ал 9 дегеніміз қандай санның квадраты? Әрине ол 3. Енді мына жерде бізде біріншісі минус болып тұр. Демек, жақшада да минусты жазамыз. Төртіншісін қарайық. С квадрат минус 10с қосылған 25. Бірінші мүшесі әрине с болады. Екінші мүшесі не болады бізде? 25 деген қандай санның квадраты? Әрине ол 5-тің квадраты. Енді таңбасына қараймыз. Бізде бірінші таңба минусты, демек біз минусты жазамыз. Өте оңай. Бесіншісі 4m квадрат қосылған 4m қосылған 1. Шеткі мүшесіне қараймыз. 4m квадрат қандай санның квадраты 4-ке тең екен? Ол бізде әрине 2-ның. m әрпін ұмытпаймыз. Сонда 2m, ал 1 деген ол 1-дің квадраты. Енді таңбасына қараймыз плюс, демек мына жерде де плюс болады. Алтыншы есеп 16 азайтылған 8c қосылған c квадрат. Так, шеткі мүшесіне қараймыз. 16 бізде ол 4-тің квадраты, ал c дегеніміз ол c-ның квадраты. Бірінші амалына қараймыз, минус тұр, демек мына жерде де минус болады. Жақсы, келесі 5-те 7. Екі мүшенің квадрат түрінде жазыңдар. Бұл да дәл 5-те 6 есеп сияқты. Бірінші 9а квадрат минус 24аб қосылған 16б квадрат. Не істейміз? Екі шеткі мүшесіне қараймыз. Біріншісі 3а-ның квадраты, дұрыс па? 9а-ның квадраты деген ол 3а-ның квадраты. Әрі қарай 16б квадрат дегеніміз ол 4б-ның квадраты. Так, таңбасына қараймыз, минус тұр, демек мына жерде де бізде минус болады. Келесі екінші есеп. 4c квадрат қосылған 12c қосылған 9. Шеткі мүшелеріне қараймыз. 4c квадрат деген қандай санның квадраты? Ол әрине 2c-ның. Ал 9 деген 3-тің. Таңбасына қараймыз, плюстер, демек бізде мына жерге плюсті қоямыз. Үшінші есеп. 25x квадрат қосылған 10x қосылған 1. Шеткі мүшесі 25x квадрат деген ол 5x-тің квадраты, ал 1 деген ол әрине 1-дің квадраты. Төртінші есеп. 81x квадрат минус 18xy плюс y квадрат. Шеткі мүшелеріне қараймыз. 81 деген ол 9-ның квадраты, x квадраттың өзі квадраты x, және де азайтылған y-ті жазамыз. Бесінші есеп. m квадрат қосылған 4n квадрат минус 4mn. Қараңыздар, мына жерде әдейі шеткі мүшесін біз қараймыз деп айттық қой, бірақ мынау шеткі мүшесі болып саналмайды. Неге? Себебі мынау 2 еселенген 2аб ғой біздегі. Мынау а квадрат азайтылған 2аб қосылған б квадрат формуласы бізде а минус б-ның квадратын береді, дұрыс па? Мынау бірақ минус 2аб дегенді шатастырып алмаңыздар, мынау бізде б квадраттың рөлін атқарып тұрған жоқ, оқушылар. Міне б квадраттың рөлін атқарып тұрған шеткі мүшесі міне мына екеуі. Сонда m азайтылған 2n-ның квадраты болады. Мына теңдеуді қайттан ашып жазып көрейікші. Сонда m квадрат
минус 2 көбейтілген m көбейтілген 2n қосылған 2n-нің квадраты. Сонда m квадрат минус 4mn плюс 4n квадрат. Мына есепте сіздерде әдейі шатастырып жазған. Көрдіңіздер ма? Мына екеуі негізі тең. Демек біз формуланы дұрыс жаздық деген сөз. Алтыншы есеп. Назар аударыңыздар. 100а квадрат плюс b квадрат плюс 20аб, иә? Мына жерде де қарайық. Шеткі мүшесі ол бізде 100а квадрат болады, және де b квадрат болады. Неге? Себебі мынау 20аб деген ол 2аб деген мүшенің рөлін атқарып тұр. Сонда 100а квадрат деген ол қандай санның квадраты? Ол 10а-ның квадраты. Ал b квадрат деген ол b-ның квадраты. Енді шеткі мүшесін немес, мынау ортаңғы 2аб-ның таңбасына қарайсыздар. Плюс 20аб деп тұр, демек мына жерде де плюс болады. Ал бесінші есепте бізде минус 4mn болды. 2аб-ның алдындағы. Таңбасына қараймыз ғой, міне мына жердегі. Келесі. 5-те 8-ші есеп. Дәл сол екі мүшені квадрат түрінде жазу керек екен. Бірінші есеп. 1 қосылған а квадрат минус 2а. Бұл жердегі шеткі мүше әрине 1 және а квадрат болады. Себебі 2а деген ол 2 еселенген аб болып тұр, иә? Енді 1 дегеніміз ол 1-дің квадраты өзі 1, ал а квадрат деген тоже а квадрат, иә? Сонда, так, мына жерде бізде таңбасы қандай болады? Минус болады. Себебі 2аб-ның алдындағы таңба минус болып тұр. Екінші есеп. 4xy қосылған y квадрат қосылған 4x квадрат. Егер қиын болып жатса, онда бірінші квадрат мүшесі ретінде жазып алыңыздар. Сонда 4x квадрат плюс 4xy плюс y квадрат деп. Стандартты түрде жазып алыңыздар, содан кейін ғана екі мүшенің квадрат түрінде жазуға болады. Сонда 4x квадрат дегеніміз ол 2x болады, y квадрат дегеніміз жай ғана y болып жазылады жақшаның ішіне. Енді мына жердегі екінші таңбаға қараймыз, яғни 2аб-ның таңбасына қарасақ, ол бізде плюс болып тұр. Демек, мына жерге біз плюс жазамыз. Үшінші есеп. 28аб қосылған 49а квадрат көбейтілген 4b квадрат. Шеткі мүшелер ол міне мынау. Неге? Себебі 28аб дегеніміз 2аб-ның рөлін атқарып тұр. Екеуін көбейтіндісі 2 әріп бөлек тұр, көрдіңіздер ме? Сонымен ажыратуға болады. Сонда 49а квадрат қосылған 28аб қосылған 4b квадрат деп бірінші жазып алыңыздар. Одан кейін 49 деген 7-ның квадраты, аны ұмытпаңыздар, плюс 4b квадрат дегеніміз ол 2b-ның квадраты екен. Плюс таңбасы. Төртінші есеп. 10mn қосылған 100m квадрат қосылған 0,125n квадрат. Мына жерде бізде шеткі мүшелері ол әрине 100m квадрат пен 0,125n квадрат болады. Ал 10mn дегеніміз ол 2аб-ның орнында тұр. Сонда келтіріп жазған кезде 100 деген ол 10-ның дәрежесі, 10-ның квадраты, m квадраттың дәрежесі ол бізде m болады өзі, қосылған 0,125 деген қандай санның квадраты? Ол әрине 0,5n болады. Бесінші есеп. 4-тен 1а квадрат қосылған 4b квадрат минус 2аб. Тағы да өзімізге келтіріп жазылайық. 4-тен 1а квадрат минус 2аб қосылған 4b квадрат. Мына ортасындағы саны мен қалай біліп отырмын? Өйткені бұлардың әріпті өрнектің, міне, егер x пен, мысалы, екінші есепте y пен x берілсе, ортасындағысы 4x екен, міндетті түрде ол, міне, мынау 2аб-ның орында тұр деген сөз. Себебі екі әріп бір-біріне көбейтіліп тұр. Содан мен түсініп отырмын ол екенін. Сонда 4-тен 1 деген ол 2-ден 1а болады. 4b квадрат дегеніміз ол 2b болады. Таңбасы минус болады. Алтыншы есеп. 8аб қосылған b квадрат плюс 16а квадрат.
Тағы да қараймыз. Екі әріптің көбейтіндісі бізде аб міне мына жерде тұр. Демек бұл 2аб деген сөз. Сонда 16а квадрат плюс 8аб плюс б квадрат. Сонда 16а квадрат дегеніміз ол 4аның квадраты, б квадрат дегеніміз ол б-ның квадраты, және де таңбасы плюс болады.